Мына есептерді шығарайық. Бүгін пробныйда келген болатын. Есеп алдарыңызда тұр. Соны қалай шығару керекін көрсетем. Сендердің жұмыстарың осыны дұрыстап түсініп алу керек, болса қатемен жұмыс жасау. Енді өрнегін түрлендіруге x куб өрнегінің коэффициенті 29. Енді x кубқа шығу үшін тең дейді. 59-ға k мен m мәндерін теп дейді. Мына өрнекті мынаған бөлгіңіздегі қалды ғой. Ол безу теоремасы ғой. Енді былайша айтқанда ол дегеніміз p от 3 тең 59 деген сөз. Енді x-дің орнына 3-ті қоямыз. 3-дің кубы плюс 3k плюс m тең 59. Бұдан дегеніміз 3k плюс m тең болады неге? 27, мынау 27 мың жаққа барады. 59-дан 27-ні алып тастасам 32 ма? 32. Бізге k мен m тап. Бір теңдеуіміз бар, балалар. Енді екінші теңдеу керек. Екінші теңдеу міне мынау өрнегін түрлендіргендегі x кубтың коэффициенті 29-ға теңдеу тұр. Давайте қайсымен қайсыға өткенде x куб шығады? 5x куб. Сосын 2x квадратынан көтсем x куб болмайды. 2x квадратты на kx-ке көтсем x куб шығады. Сол кезде плюс 2kx куб, 2kx куб. Осы тең болады x кубқа тең былайша айтқанда. 29 коэффициент қой бізде именно. 29 x куб деп айтуға болады. Енді x кубтарын алып тастайық просто коэффициенттер. Сонда 5 плюс 2k тең 29 болып тұр. Бұдан 2k тең 29-дан 5 тапсам 24. Дұрыс, k тең 12. Міне біреуін таптық, k тең 12 екен. И бағанағы мынау теңдеуге барайық. k-нымыз 12 осы 3 көбейту 12 плюс m тең 32. 3 жүрдегі 12 36 плюс m тең 32. Бұдан m тең минус 4. Міне. Так, пока қолымыз жаттықпай жатыр. Келесі есепке барайық. Көп мүшесі берілген x көп мүшесінің түбірі болады. Енді x-дің орнына минус 2-ні қоя саламыз. Яғни f от минус 2 тең 0 екенін көрсетсек болды. Значит, минус 2-ның кубы минус 8 плюс 9 жердегі минус 2-ның квадраты плюс 4 болады. Плюс 20 көбейтілген минус 2 плюс 12 есептегенді тең минус 8 плюс 9 жердегі 436 жаңа минус 8 плюс 36 минус 40 плюс 12. Шынымен де мына екеуінен қазір бізде минус 4 шығады. Минус 4 тең 0. Міне уже көрсеттік. 1 балл деген осылар шығады. Енді теңдеуін шешіңдер дейді. Біз автоматически білеміз бір түбірі мынау екен. X тең минус 2 екен. Енді Горнер схемасымен жасайық мына жерде балалар. Өзімізге оңайлату үшін әртүрлі жолы бар, бірақ енді Горнер схемасы ең оңайы. 1, мына жерде 9, коэффициенттерін қойып жатырмын. 20, мынау 12. Мына жерге бір түбірін білеміз, минус 2 екен. Мына 1-ді қоямын. Минус 2 көбейту 1, минус 2 қостым 7 болады. Минус 2 көбейту 7, минус 14 қостым 6 болады. Минус 12 қостым 0 болады. Міне бағанағы 0 болады түбірі. А мынау бізде квадраттың квадрат екі мүшенің коэффициенті, яғни x квадрат плюс 7x плюс 6 тең 0 деген сөз мынадан мынау шығып тұр. Енді мынаның ары қарай дискриминантын шығып, немесе былай көбейтіндісі 6, қосындысы минус 7, яғни екінші түбір, үшінші түбір минус 6 мен минус 1. Көбейтіндісі 6, қосындысы минус 7. Сөйтіп, мына жерге жауабына x1 тең берілген минус 2, x2 тең минус 6, x3 тең минус 1 деп өздерін бағалап келіңдер балалар.